Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге самса дайындайтын боламыз. Самсаның нанын дайындап алу үшін бізге ұн, жұмыртқа, тұзды су керек болады. Ең бірінші біз жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Содан кейін тұзды суымызды құйып, нан илей бастаймыз. Міне, біз барлығы нанымызды илеп болдық. Нанымызды бетін жауып жарты сағатқа иілін қандырып аламыз. Оған дейін біз майымызды, етімізді, пиязымызды турап, төртбұрышта қылдырып тураймыз. Міне біздің нанымыз дайын болды. Енді кезекте біз майымызды, етімізді және пиязымызды бір ыдысқа салып, өздеріңіздің қалауларыңызша қызыл перецпен қара перец және тұзымызды салып аламыз, өздеріңіздің қалауларыңызша. Барлығын бірге араластырамыз. Міне біздің фаршымыз дайын болды. Енді кезекте біз нанымызды жая бастаймыз. Міне біз нанымызды жайып болдық, яғни қамырымызды жайып болдық. Енді кезекте біз сары майды газға ертіп аламыз. Енді кезекте еріген майымызды жайылған нанымызға, яғни қамырымызға осылай жүргізіп, содан кейін барлық шетіне бірдей жайғып шығамыз. Міне біз барлық жеріне жайып болдық. Енді нанымызды, яғни қамырымызды рулет қылдырып ораймыз. Міне біз орап болдық. Енді үстіне кішкене ұн сеуіп дөңгелектейміз. Дөңгелектеп болғаннан кейін бетін жауып холодильникке, яғни тоңазытқышқа жарты сағат қоямыз. Қойып болғаннан кейін осылай кесіп самса жасай бастаймыз. Самсаны осылай дөңгелектеп нанымызды. Келесі кезекте біз фаршымызды нанымызға салып, үшбұрышта қылдырып самсаны жасай бастаймыз. Міне біз барлық самсамызды осылай жасап шығамыз. Және де жұмыртқамыздың сарысын алып бетіне жағып, содан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша мақ қоссаңыз да болады. Міне біздің самсамыздың барлығын дайындап алдық. Енді духовкамызға 45 минутқа 180-200 градусқа бетін жауып пісіреміз. Міне біздің самсамыз пісті. Өте керемет шықты. Егер бұл видео сіздерге